Қанша квадрат, қай жерден алдың, қанша бөлме деген сұрақтар өте көп болып жатыр. Бәріне жауап берем, бірақ бірінші қандай расходтар кетіп жатқанын, қандай этапқа келгенімізді айтып берейін. Негізінде үй алу қиын, ремонт жасау одан да қатты қиын екен. Тек қана тоқ тарту үшін кабеліне 490 мың теңге кетті. Ол еще экономды, светті аз қылдырып, тоқты аз жасаған күйімізде солай шықты. Одан кейін перегородка көтердік, кірпіш, гипсокартон, тағы да пықи-шықилар алып 308 мың теңге шықты. Оларды жеткізіп беруге доставкаға 10 мың теңге алса, грузчик 60 мың теңге сұрады. Ешкімнің еңбек ақысын жемейміз деп кешке шашлык алып келдім. Бәріміз отырып бір тамақтанып алдық. Шүкір деймін да, қиналған соң осылай әр қазақ үйлі болып үйіне ремонт жасап қиналсыншы. Үйімнің ремонты бітпей жатыр, өзіме үй алып едім деп. Одан кейін әр қазақ наличкаға үй алсыншы бұйырса. Әумин деп беттеріңізді сипап, одан кейін лайк басып кетіңіздер. Осы жылдан қалмай үйлі болыңыздар. Ал біз базарға кеттік. Помидор. Біздің завтрак, обед, ужин. Ремонт дей бермей, аружанның срогы да жақындап қалды. Циклоскопияға келдік. Одан кейін операция жасату керек деді. Сөйтіп кассаға барып төледім де тез операция жасап болды. Ұзақ болады екенсем, максимум 1-2 минут кетті. Одан кейін үй жаққа келіп ремонтты көрейін дедік. Қарын ашқан соң обед ішіп алдық. Жігіттер, сендерге айтар ақылым, сендерде жоқ кезінде роллтон жеп жүрген қызды ертең байып кеткеннен кейін мен фетучини жеймін деп өзінше болған қызға ауыстырмаңдар. Одан кейін бізге кабанчиктар керек, және де 2-3 кілемдер керек, бамбук панельдері керек, есіктер керек. Осы этапқа дейін қанша расход кеткенін айтып беремін. Ең бірінші жұмыс бөлмелерді бөліп стеналарын көтердік. 253 кірпіш алдым, 600 теңгеден. Доставка, клей, грузчик бәріне 360 мың теңге кетті. Стеналар дайын болғаннан кейін тоқ жүргіздік. Құры тоқтың өзіне 491 мың теңге кетті. Ал тек жұмысына болса 271 мың 200 теңге алды. Сөйтіп штукатуркаға да келіп жеттік. Оның бәріне 220-230 мың теңге де кетті. Рабочайларға 300 мың теңгеден аванс беріп қойдым. Енді жаймен кафельға да келіп жеттік. Кафельға 170 мың теңге де кетті. Былай айтқан кезде наливной пол, инсталляция, ванна, тағы да пықи-шықи бәрін алып қойдым, бірақ олар әлі жасалып біткен жоқ. Қазірге полный расход 2 837 850 теңге шықты. Бамбук панель, ламинат, натяжной потолок, есік, тағы да басқа заттар бар алатын. Олардың бәріне қанша ақша кетеді деп ойлайсыз?